Қайырлы күн, құрметті тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сиясы кеппеген әңгімемнің тақырыбы жалғыз қыз. Қанипа әже бүгін түнімен ұйықтай алмай, таңның атуын асыға күтті. Мынау кең сарайда үйден өзіне пана таба алмай, тынысы тарылып барады. Көз алдынан сонау бала кезі, бойжеткен шағы елес беріп, уақыттың қалай аттай шауып өткеніне сенерін білмей, бетіндегі уақыт салған тарам-тарам әжімді сипай берді. Құдайға тәуба. Жалғызы Науан оқуын аяқтап, үйленген, бір ұл, бір қызы бар. Ал Қанипа әже Науанның қолында тұрып жатыр қазір. Уақытты тоқтату мүмкін емес. Аттай зулап өмірдің соңынан ілесіп, адам баласы асыға, ертеңіне үміт арта келер күнді тосады. Тек жақсылық тілейді. Қанипа әже бүгінде таң намазын оқып, Алладан еліне тыныштық, ұрпағына ғұмыр тіледі. Ақырында ас бөлмесіне келді. Науан таңғы шайын ішкен бе? Үстел үсті жиналмай тамақтың беті ашулы қалып жатыр екен. Бисмилла деп үстел үстін жинастырып ретке келтірді. Тоқ шәугімге шай қойып келін Алманы оятпақшы болып, ол ойынан тез айныды. Апа, неге ұйқы бермейсіз деп тағы ренжіп, өткенде таңғы шайға оятқанда, апа, осы жау қуып келе жатыр ма? Қайда барасыз? Таң атпай тықыр-тықыр. Осы үйде бір тыным жоқ деп қатты кейігені бар. Сауатын сиыр, ұсақ малды қойлы ауылға қосып қойған. Мал сауам, мал бөлем деп әбігерленбейді. Шайға сүтті магазиннен алып отырған жайы бар. Келіні енді түске дейін жатар. Қазіргі жастардың ұйқысы да ерекше ғой. Өздері түн мен күнді шатастырып алған сияқты. Түн болса келіні Алма кір жуу, үй жинауды әдет қылған. Тарс-тұрс еткізіп заттарды лақтыра, бұрқылдап сөйлеп жүріп іске кіріседі. Әйтеуір Қанипа әже өз бөлмесінде тып-тыныш отырып келіннің көзіне түскісі келмейді-ақ. Ұлы Науан кейде бір аптаға қалаға сапарға кетеді, есеп беруге. Сол кезде келініне рахат өмір басталады дерсің. Құрбыларына қыдырып көрші ауылда тұратын Төркін жұртына барып бір шырғап қалады. Апа, ана мұздатқышқа бір аптаға жерде тамағыңызды салып қойдым. Соны шетінен жылтып ішерсіз. Менің де туған туысқа бармағаныма көп болыпты. Әлгі есен нағашымның келіні босанған, соған шашу көрімдік бермеппін. Жалғызсырамаңыз, көрші жүзімнің қызы Ақкүлге айтайын. Әжеңнің қасында бол деп артынып-тартынып жолға шығады. Көршілері жүзімнің 10-шы сыныпта оқитын қызы Ақкүл өзі бір жақсы бала. Қанипаға қамқорлық жасап, әжелеп мойнына асыла кетеді көрген жерде. Өткен жазда Алма мен Науан елден қалмай Дубайға кеткенде осы әжесінің қасында болды. Шай, ас суын әзірлеп кемпірді әбден күткен. Оқыған кітаптарын, көрген фильмдерін айтып, әйтеуір бір жақтырмаған. Арасында телевизор қосып, концерт, айтыстарды көруге шақырады. Қанипаның есіне Алматыда оқып жатқан немерелері Аяжан мен Сәтжан түсті. Көптен бері сөйлеспеппін ғой, қалдарын білейін деп телефон шалды. Аяжан, әжетай, қалыңыз қалай? Аман есенсіздер ме? Дегенде Қанипаның жүрегі езіліп кеткендей болды. Әже, зейнетақыңыз түсті ме? Маған 50 000 теңге сала аласыз ба? Дүкеннен бір керемет көлік көрдім. Тез салсаңыз, әйтпесе өтіп кетеді. Жалко деп қиылған немересі. Сонымен зейнетақыдан керек ақшаны салып жіберді әжесі. Мынау Каспий Голд деген бір керемет қой. Әп сәтте ақшаны Аяжан алып, рахметін жаудырып жатты. Енді Сәтжанмен сөйлесіп еді, ол да бұның телефон жалғанын тосып отырғандай. Ажека, папамдарға айтпай маған 30 000 салыңызшы. Келесі аптада бір досымның туған күні, әрі өзіме де ақша керек боп жүр деп мұңайған. Жазған құлда жазық бар ма? Оған керек ақшаны салып, көңілі жайланғандай болған әженің. Осылардың стипендиясы қайда кетеді екен? Сірә стипендияға ілінбеген-ау деп топшылады. Бүгінде қымбатшылық қой, аз-маз ақшаға несіне жетсін деп немерелерін ақтап қояды. Тамақта аспандап тұр емес пе?
бірақ ұлы науан осы екі баласы үшін шапқылап еңбек етіп жүр емес пе? Ақшадан бұлардың тарлық көрер жері жоқ. Әже де еркелеп сұрайды да. Баяғыда бұлар студент болғанда сол стипендияға тамақ та, киім де алып, шала байып жүруші еді. Отағасы Әділмен сол Алматыда танысқан. Ол кезде Қанипа Жембиде оқып жүрген. Қарапайым салмақты жігіт, қызға бірден ұнаған. Сөйтіп институт бітірер жылы екеуі бас қосып үй болған. Әділ бір атадан жалғыз еді. Неше жыл туған елде агроном болып қызмет етті. Ал Қанипа ауылдағы балабақшада меңгеруші болып, екеуі тату-тәтті ғұмыр кешті. Бірақ жүрек ауруы Әділді өмірден ерте алып кетті. Шүкір, артында бір ұлы, немерелері қалды. Ең бастысы шаңырағының оты сөнбегені. Апа, шай дайын деген көрші қыз Ақкөлдің даусын естіп селт еткен Қанипа ас үйге беттеді. Ас бөлмесіндегі стол үстін көрші қыз жайнатып тастапты. Құймақ пісіріпті. Өзім дайындадым деп әп-әдемі тортты да ортаға қойған. Алла жолыңды ашсын балам деп риза болған Қанипа Ақкөлмен әңгімелесе отырып шайды құмарлана ішкен. Шіркін, осылай емін жарқын ішкен шай бойға сіңімді ғой. Осы келіні Алмамен осылай әңгімелесе отырып көптен бері шайды ішпепті-ау. Қайғысыз адам қара суға семіреді демей ме? Ең бастысы көңіл екенде. Түстен кейін Ақкүл мен Қанипа ауылдағы дүкенді аралап келейік деп көшеге шықты. Саудагер Зияштың дүкенінде тұрған аппақ босоножканы аяғына өлшеп көрген Ақкүл айна алдында ұзақ тұрып қалған. Қанипа да осы аяқ киімнің қызға ұнап тұрған бірден сезді. Өзі шетелдік, таза былғарадан тігілген екен. Қажетті ақшасын төлеп Ақкүлге ұсынған. Қызым, ертеңгі мектеп бітіру кешіне кие қойшы, менің сыйым болсын деген. Қуанып кеткен қыз Қанипаның бетінен сүйіп алып, қатты құшағына қысып, рахметін айтқан. Тумаса да туғандай болған Ақкүл алма келгенше әжейдің жағдайын жасап бәйек болды. Апырмай, ана Сәтжан мен Аяжанның бойынан табылмаған ерекше жақындықты, құрметті көрші қыз Ақкүлден көргені ме? Жазғы демалысқа келген екі немересі ауылға келсе үйде отырмайды. Түн баласы дискотека, вечеринка дейма, әйтеуір түн ортасында келіп құлайды. Таң ертең тұрған Қанипа Аяжанның бөлмесіне бас сұққан. Үстіне жамылған жамылғысы сырғып жерге түсіпті. Аппақ денесінің жауырын тұсына салынған жылан кейпіндегі суретті көріп шошып кеткен. Мынасы не бәле? Денеге сурет салу деген мұсылманға болмас. Тіпті қыз бала, ертеңгі ана деп қатты қобалжыған еді сонда Қанипа. Сәтжан да сау сиырдың боғы емес екен. Екі қолының білегіне жазылған жазу шимай жатпақ. Қой, бұлармен сөйлеспесем болмас. Әкесі де білсін деп ой түйген. Сонымен кешкі ас үстінде көргенін айтқанда баласы Науан қолындағы телефоннан басын алмай. Қазіргі жастар сондай татуировка жасайтын болыпты ғой. Бір жігіт тіпті өзін кесірткенің кейпіне түсірген, тілінде екі айырға бөлгізіпті деп айтқан еді бейғам. Мына түріне шошып кеткен Қанипа. Астағфирулла, не дейді? Не заман боп барады? Соны керемет деп отырсың ба? Одан жана балаларға ақылыңды айтпайсың ба? Әкесі емессің бе? Әбден бетімен жіберген сондай болады. Дегенде келіні Алманың көзі шатынап, Қанипаға жауындай қараған. Апа, осы асымызды адам құсап ішсек болмас па? Сіз-ақ осы отырып алып ұрыс керісті аңсап отырады екенсіз, деп столды дүңк еткізіп бір қойып, жатын бөлмесіне кіріп кеткен. Ұлы болса, не шешесін, не әйелін жақтамай жұмысына асыға жөнелген. Аяжан мен Сәтжан өздерінің кінәсін мойындағандай үнсіз қалған еді. Осы бір жағдайдан кейін келіні де бұған қыр көрсетіп сөйлеспей жүрген болатын. Міне, жалғыздан қалған жалғыз ұлдың ұлы мен қызы әйтеуір аман болсыншы деді Қанипа. Жаман аты шықпасыншы дейді ғой ана жүрегі. Кейде жалғыз қалғанда Қанипа өткен-кеткенге ой жіберіп, кей түнді ұйқысыз өткізеді. Бөлмесінде ілулі тұрған күйеуі Әділмен үнсіз сырласатын болған. Әділ, егерде артыңдағы ұрпағыңа дұрыс тәрбие бере алмасам кешірші. Қай жерде қате жібердім? Әлде жалғыз ұлды өбектеп өсіріп бетінен қақпаған болармын.
әлде қаталдық жетпеді ме тәрбиемде деп жылап талатын болды. Бірде анасының ісіп кеткен көздерін көріп Науан: «Апа, сізге не болды? Жайшылық па?» деген. «Алаңдама ұлым» деп, «Кәрі кісі көңілшек болады ғой, не болса соған жылайды. Көңіліміз бұзылып тұрады» деп тігісін жатқыза. Сол түні ұлы мен келіні жататын бөлмеден келіні Алмаштың ащы даусын естіп: «Сол шешең біреуді жұтқалы жүр-ау», сықсиып жылап жаманшылық шақырады. «Балаларымнан аулақ, өз басына көрінсін» дегенін естіген еді. Міне бүгін келіні телефон шалып жолға шықтым, түстен кейін барып қалармын деген еді. Бағана жүзім көршісі монша жағып, Қанипа да моншаға түсіп, көршісінің шайын ішіп бір жадырап қалған. Келіні жолдан шаршап келіпті. Қолындағы бір пакетті тойдан сарқыт деп бұған ұстатқан. Пакетте мыжылған печенье мен кәмпиттер, бір жартылық ақ, бір жартылық коньяк бар екен. Күзде шөп тасығанда шөпшілерге берерсің деп жүзімге берді. Намаз оқыған кісі арақты тіпті жолатқысы келмеген. Әдеттегідей келіні кешке дейін ұйықтап, қайнатып қойған шайға әзер келген. Келінінің қабағы ашылмай отырғанын байқаған ол: «Алмаш, неге ренжулесің?» деген. Сонда келіні аузын ашып, үңірейіп тұрған түскен тістерінің орнын көрсеткен. Сөйтсе тойда тойып алған бауыры төбелес бастап, «Қой» деп басу айтқан апайының аузынан бір қойған көрінеді. Ер адамның қолының күші қоя ма? Келіннің екісі сынып түскен. Келіні төркінімен ұрсысып тынған. Енді тіс салмаса қайтып жүреді. Төркіні көрместей болған Алма булыға жылаған. «Қой, жылама, тісті салғызарсың. Бауырыңның қателігін кешірмей не болды? Қалайда болса туғаннан ажырамайсың» деп енесі келініне басу айтқан болатын. Сонымен Алмаш қалаға тіс салдыруға жиналды. Жай тіс емес, алтыннан салдырамын дегенді. Күйеуі Науан: «Алтын өзіңнен болмасы қымбатқа түседі, жай тісте болады ғой» деген еді. Алма ашуланып: «Немене, алтынды салдырып берсең болмас па? Осы отбасына сіңген еңбегіміз бар шығар. Анау апамның сандығында жатқан алтын балдақты берсеңдер не бопты» деп өршігіп жөнелген. Алтын балдақ, ол аталарың Әділдің әжесінің көзі ғой. Ертең Сәтжан үйленген соң соның қолына табыстайым деп жүредім» деп Қанипа көмілжіп беріп еді. Сонымен Алма алтын балдақты алып қалаға кеткен тіс салдыруға. Қанипа күйеуінің көзі болған заттан айырылып, іші удай ашыған. Әрине, ол затты ол көріне алып кетпес. Бәрібір осы немересіне қалар. Тек оны ұсақтап бөлшектегеніне іші ашиды. Көненің көзі асылдың сынығы болған затынан айырылып, көңілі құлазып қалды. Баяғыда күйеуі кейін немереме табыстарсың деп сандықтың түбіне салдырып қойған еді. Тісі түгелделіп, келіні қаладан көңілді оралған. 3 алтын тіс жарқырап, сәуле шашып тұрғандай. Тіс салдырғаннан бері қабағы ашылмайтын келіні не болса соған ыржақтап, аузын қайшылай сөйлейтін болыпты тоба. Әдеттегідей Қанипа ерте тұрып, таң намазын оқып, бүгін жұма екені есіне түсіп, келініне шелпек пісір демекші болып еді. Ол ойынан тез айнып, өзі пісіріп, Құран оқып, таңғы оразасын ашты. Ал келіні болса, аузы ашылып, алтын тістері жарқырап, өміріне риза кейіпте ұйықтап жатқан еді.